Бәріңізге сәлем, Arduino негіздері курсының жаңа кезеңіне қош келдіңіздер. Біз жаңа маусымды бастаймыз және де осы маусымда сіздерге эксперименттер мен теорияға толы көптеген жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Hall сенсорына деп аталады. Бұған дейін біз read switchпен жұмыс жасаған болатынбыз, герметикалық байланыс датчигімен жұмыс жасаған болатынбыз. Бүгінгі сабағымызда Hall сенсорымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта Hall сенсорын экспериментін жасамас бұрын біз бүгін теорияның негізіне негізделген теорияға тоқталғымыз келеді. Біздің Hall сенсорымыз қандай теорияға негізделген және де ол қандай физиканың тақырыбына негізделгенін атап өткім келеді. Hall сенсоры негізінен магнит өрісі негізделген. Физика саласында магнит өрісі деген үлкен тарау бар. Магнит өрісі тарауын біз бүгін өту арқылы теориясына негізделген, мектепте түсінбей жүрген теориясын бүгін біз эксперименттік жүзінде де көрсететін боламыз. Магнетизм негізінен магнит өрісі, яғни магнетизм деген термин, магнит өрісі деген термин, магнетизм деген терминнен шығады. Негізінен тарихқа жүгінетін болсақ, магнетизм тарихы сонау кіші Азиядағы антикалық өркениеттерден бастау алады. Бұл өркениеттен кіші Азия аумағындағы Магнезия қаласынан тау жыныстарының бір-біріне тартылатын үгінділері табылған. Яғни осы магнетизм тарихы сол Магнезия қаласынан шыққан, яғни осы қалада тұратын адамдарды магнетиктер деп атаған. Және де сол магнетиктер бір-бірімен өзара әрекеттескен. Яғни қарапайым теориядағы ғылымды, теориялық ғылыми тақырыпты біз қарапайым әдеби сөзге айналдырдық. Яғни сол Магнезия қаласынан табылған және де сол Магнезия қаласындағы тау жыныстарының бір-біріне тартылатын, яғни осы секілді бір-біріне тартылатын тау жыныстарының үгінділерінен табылған және де сол қалада тұратын адамдар бір-бірімен өзара әрекеттескен. Және де осы магнит өрісі деп отырғанымыз, бұл қарапайым тұрақты магнитсіз ақ қозғалатын зарядталған бөлшектердің айналасында да пайда болады. Яғни тұрақты магнитсіз ақ, яғни қозғалатын зарядталған бөлшектердің айналасында да пайда болады. Бұл дегеніміз магнит өрісі қозғалыстағы электр зарядтарынан тоғы бар өткізгішке, магниттік моменті бар денелерге әсер ететін материяның бір түрі болып табылады. Электротехникада, радиоэлектроникада және электроникада магнит өрісінің техникада қолдануына негізделген. Магнит өрісін сонау 19 ғасырлардан бастап зерттей бастаған. Яғни 19 ғасырдың нақтырақ айтсақ 1820 жылы Эрнст деген ғалым, дат ғалымы тәжірибе жүзінде тоғы бар өткізгіш айналасындағы магнит өрісін анықтады. Яғни кез келген тоғы бар өткізгіште, яғни оларға плюс-минус тоқ беретін болсақ, сол өрістің айналасында магнит өрісі пайда болады деп анықтаған. Одан кейін сіздер білетіндей, Ампер деген ғалым тұрақты магнит өрісінің тоғы бар өткізгішке әсерін және тоғы бар өткізгіштердің өзара әрекеттесуін қарастырды. Ампердің қарастырған тәжірибесін күнделікті өмірде көріп жүрсіздер, қолданыста ол. Соның бірі, егер екі параллель өткізгіштегі тоқтар бағыттас болса, олар бір-біріне тартылады, ал егер қарама-қарсы болса, бір-біріне тебіледі. Яғни қарапайым өмірде бұл тәжірибені жүзеге асыра аласыздар. Яғни екі магнитті алып, егер бағыттары бірдей болатын болса, олар бір-біріне тартылады, егер бағыттары қарама-қарсы болса, олар бір-біріне тебіледі деген тұжырымды нақтырақ сіздер өмірде көрсеңіздер болады. Осында магниттер қолданып. Одан кейін және де жіңішке жіпке ілінген тоғы бар өткізгіш жолақтағы магнит өрісіне, магнит осіне нақтырақ айтқанда перпендикуляр орналасады. Осылай магнит өрісінің тоғы бар өткізгішке күштік әсерін сипаттайтын физикалық шаманы магнит индукциясы деп атайды. Бұны сіздер 9 класста немесе 10 класста физика кітаптарынан өткен болатынсыздар магнит индукциясы бойынша тақырыпта. Және де осы магнит индукциясына
яғни бұл деп отырғанымыз тоғы бар өткізгішке күштік әсерін сипаттайтын, яғни магнит өрісінің күштік әсерін сипаттайтын физикалық шаманы магнит индукциясы дейдік. 1820 жылы екі француз физиктері био және Савар деген тәжірибе жүзінде ғалымдар түзу тоқ үшін магнит индукциясын шамасын анықтады, және де келесі тағы да француз физигі Лаплас эксперименттік нәтижелерді жинақтап, кез келген пішінді өткізгіш өрісінің магнит индукциясын анықтауға мүмкіндік беретін заңдылықты ашты. Яғни магнит өрісіне тоғы бар өткізгішке күштік әсерін сипаттайтын шамаға, яғни Савар мен био түзу тоқ бойынша, ал Лаплас кез келген пішінді яғни өткізгіш өрісінің магнит индукциясын анықтауға мүмкіндік берді. Және де бұл физика ғылымында үлкен жаңалық болды, және де бұл жаңалық физика ғылымында био Савар Лаплас деген атпен қалды, және де био Савар Лаплас формуласын анықтап, және де кез келген яғни индукциясы бойынша осы үш эксперименттерді жинақтап, кез келген пішінде өткізгіш өрісінің магнит индукциясын анықтауға мүмкіндік берді. Және де үш ғалымның еңбегінің нәтижесінде био Савар Лаплас деген үлкен заң қалыптасты. Енді келесі бізде магнит өрісі тарапынан, яғни біз жаңа айттық, кез келген тоғы бар өткізгіштің айналасында магнит өрісі пайда болады дедік. Яғни кез келген тоғы бар өткізгіште, яғни осы кез келген тоқта, яғни плюс-минус, яғни біреуі жерге тоқтап, біреуі кернеу берілсе, тоқ берілсе, онда соның айналасында магнит өрісі міндетті түрде болады. Және де сол магнит өрісі тарапынан тоғы бар өткізгішке әсер ететін күш, яғни тоғы бар өткізгішке әсер ететін күш, ол ампер күші деп аталады. Бұл ампер күші деп отырғанымыз, яғни сол айналасындағы магнит өрісінің кез келген тоғы бар өткізгіште магнит өрісі пайда болады дедік. Және де сол өткізгішке толықтай күшті біз әсер ететін, яғни магнит өрісі тарапынан әсер ететін күшті, яғни осы мысалы осы тоғы бар өткізгіш дейік. Яғни тоғы бар өткізгіш, мына тоғы бар өткізгіш, осы тоғы бар өткізгіш магнит өрісі, яғни мен магнит өрісі пайда болады. Осы магнит өрісі тарапынан жүзеге асатын күшті ол ампер күші деп атаймыз. Біз білеміз, магнит өрісі қозғалатын зарядталған бөлшектердің яғни пайда болуынан магнит өрісі пайда болады, және де біз білеміз ампер күшінен басқа Лоренц күші деген бар. Лоренц күші магнит өрісі тарапынан онда қозғалып жүрген зарядталған бөлшектерге әсер ететін күш. Яғни біз ампер күші деп отырғанымыз магнит өрісі тарапынан жүргізілетін күш болса, Лоренц күші магнит өрісі тарапынан онда қозғалып жүрген яғни зарядталған бөлшекке әсер ететін күш болып табылады. Магнит өрісін осылай 1820 жылдардан бастап, оның алдында да бірнеше ғалымдар зерттей бастады. Эрнест, Ампер, Лоренц, био Савар Лаплас деген ғалымдар зерттей бастады магнит өрісіне, оның ішіне тигізетін зарядталған бөлшектерге тигізетінге дейінгі күштердің барлығын анықтады. Одан кейін ендігі кезекте сондай ғалымдардың бірі ретінде америкалық ғалым Эрнест Холл, яғни Эрнест Холл деп аталады кейбір кітаптарда, 1879 жылы өткізгіште заряд тасымалдаушылардың сигналын тікелей өлшеу үшін бірнеше тәжірибе жүргізеді. Және де осы тәжірибесі арқылы 1880 жылы өзінің докторлық диссертациясын сәтті қорғап, осы еңбек үшін физика ғылымында тарихта қалды. Бұл тарихта қалуы Холл эффектісі деп аталады. Холл эффектісін 1880 жыл сәтті аяқтап, физика кітабында заң ретінде енгізді Холл эффектісі деп. Ол Холл эффектісі электр тоғымен өткен сым магнит өрісіне ұшыраған кезде бұл өткізгіштегі жүктемелер оның қозғалысының өзгеруіне себеп болатын күшке түсетіндігі бұрыннан белгілі болды. Яғни оған дейінгі ғалымдар оған сыртында магнит өрісі пайда болады дедік қой. Сол магнит өрісіне күш әсер ететінін барлық ғалымдар зерттеді. Ол күшті, яғни толықтай күшті және де оның ішіндегі
өткізгіштегі қозғалатын реттелмеген зарядталған бөлшектерге дейінгі күштердің барлығын анықтады. Енді кезекте электр тоғымен өткен сым магнит өрісіне ұшыраған кезде, яғни ұшыраған кезде бұл өткізгіштегі жүктемелер оның қозғалысының өзгеруіне себеп болатын күшке түсетіндігі бұрыннан белгілі. Ал енді Эдвин Холл сипаттаған нәрсе өткізгіштегі теріс зарядталған және оң зарядталған аймақтардың пайда болуы негізгі тоқ тудыратын өріске перпендикуляр магнит өрісін құру болды. Яғни бұл деп отырғанымыз 1879 жылы Эдвин Холл Америкада өзінің университетінде докторлық диссертация қорғауға бір жыл бұрын тәжірибелер жүргізеді. Сол тәжірибенің кезінде осындай пластинка, яғни негізінен Эдвин Холл алтын пластинканы қолданған, екі жағына тоқ берген. Осындай пластинканың екі жағына тоқ беріп, үстіне перпендикуляр түрде магнитті қойған, магнит өрісін. Яғни перпендикуляр түрде магнит өрісін жасаған кезде пластиканың екі жағына, бір жағына оң зарядталған, екінші жағына теріс зарядталған тоқтар пайда болатынын тапқан. Яғни осы эффектіні, яғни магнит өрісін перпендикуляр орналастыру арқылы пластинкаға, ол заң жүзінде сол пластинкада екі жағында, бір жағында теріс, бір жағында оң тоқтардың пайда болатынын анықтаған. Және де бұл тарихтан Холл эффектісі деп аталады. Бұл Холл эффектісі деп аталу себебі де, яғни 1880 жылы Холл мынадай құбылысты байқады. Егер өн бойымен тұрақты электр тоғы ағатын металл пластинканың оған перпендикуляр болатын магнит өрісіне орналастырсақ, онда тоқ пен өріске параллель жақтар арасында потенциалдар айырмасы пайда болады. Яғни 1880 жылы Холл алтын пластинканы жүзеге асырғанмен, одан кейін кез келген жартылай өткізгіштегі пластинканы, металл пластинканы, жартылай өткізгіштегі пластинканы қолдансаңыздар болады. Яғни Холл эффектісі арқылы біз магнит өрісінен пайда болу арқылы онда тоқтардың пайда болатын, және де пластинканың екі жақ бетінде теріс және оң зарядталған бөлшектердің тоқтардың пайда болатынын анықтады. Және де бұл тарихта Холл эффектісі деп анықталды. Бәріңізге тағы да сәлем. Бүгін Arduino негіздері курсын кезекті экспериментін жасайтын боламыз. Бүгінгі эксперимент Холл датчигі, Холл сенсорына арналып жасалған, яғни Холл эффектісіне негізделген Холл датчигі. Яғни Холл датчигі 1879 жылдан бастап зерттелген, яғни 1879 жылы Эдвин Холл, американдық физик Эдвин Холл университет қабырғасында докторлық диссертациясын өзінің атына негізделген Холл эффектісін ашқан, яғни Холл эффектісі магнит өрісіне негізделген болып табылады. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз осындай. Тақырыптың басында айтып өткеніміздей, Холл эффектісі бойынша біз жұмыс жасайтын боламыз. Бізде көріп отырғанымыздай, Холл сенсорының үш аяғы бар: минус, плюс, ортаңғы аяғы плюс және де S датаға арналған, яғни диджитал немесе аналогтық бөлікке жалғанатын аяғы. Бірінші минусқа жалғаймыз, минустікін, одан кейін плюске жалғайтын боламыз, одан кейін диджитал бөлікке жалғайтын боламыз. Енді кезекте бірінші минусты минусқа жалғаймыз, плюсті плюске жалғаймыз, және де бізде диджитал 11-ші пенға апарып жалғайтын боламыз. Енді кезекте біз минусты граундқа жалғауымыз қажет болады, және де плюсті 5 вольтқа жалғауымыз қажет болады. Одан кейін біз жарық диоды қажет болады, яғни Холл датчигі ол магнит өрісіне негізделген деп айттық, яғни біздегі магниттік өрісіміз бұл магнитке тегізген кезде біздегі жарық диодымыз жану керек. Сондықтан да граундты
жерге тұйықтаймыз, ал біз қызыл түсті жандыру үшін Digital 12-ші пинға жандырайық. Ground'ты минусқа, Red'ті біз 12-ші пинға жалғайық. Және де жарық Arduino Nano микроконтроллерін USB кабель арқылы жалғайтын боламыз. Біздің tilt switch'іміз біздегі негізі ол біздегі red switch алдыңғы тақырыптарға ұқсас болып табылады. Тек red switch'те магнит өрісі кілт бойынша ашылса, бұнда Hall сенсорымыз, яғни магнитіміздегі оңтүстік және солтүстік полюстеріндегі минус тоқпен, яғни негатив тоқпен позитив, яғни плюс тоқтың арасын жинап, яғни минус пен плюске тоқтарын беріп отырады. Яғни ендігі кезекте біз ноутбугімізге жалғайтын боламыз. Әдеттегідей біз эксперименттік жұмысымыздың скетчін Arduino IDE платформасына жазатын боламыз. Бүгінгі негізгі бізге керек болған жарық диоды мен Hall сенсорының датчигі және де сол екі сенсорды біз осы жерде жазу арқылы логикалық түрде басқаруымыз қажет болады. Бізге қажет болатыны константа integer типті, біздегі red пиніміз, қызыл түсіміз бізде 12-ші пинға жалғанған болады. Digital. Және де екінші Hall сенсорымыздың дата бөлігіндегі бізде Digital 11-ші пинға жалғанған болатынбыз, және де олардың айнымалылардың аттарын Hall сенсор, екінші айнымалымыздың атын red пин деп аламыз. Ендігі кезекте бізде setup функциясында оларды біз red пин қызыл түс жану үшін ол шығыс айнымалысы, ал Hall сенсоры одан данные алу үшін, информация алу үшін, яғни ол input айнымалысы болып табылады. Pin mode Hall сенсор input деуіміз қажет болады. Hall сенсор input, өйткені бізде Hall сенсоры арқылы магнит өрісін тудыру арқылы біз минус плюс тоқтарын жинақтайтын боламыз. Көріп отырғандарымыздай, сол арқылы біздегі минус және плюс тоқтарды жинау арқылы біз жарық диодына тоқ жіберетін боламыз. Hall сенсоры бізде 11-ші пинға жалғанған, сондықтан да осы жазатын боламыз. Енді кезекте бізде монитор портты қосу үшін 9600 вольтты қосу үшін біз serial begin 9600 деп жазуымыз қажет болады. Неге? Өйткені бізде serial монитор портты қосуымыз қажет болады. Енді кезекте boolean типті біздегі статты белгілеп digital rate арқылы біздегі Hall сенсорымыздан оқу қажет болады. Не үшін логикалық түрде екенін анықтап өтуіміз қажет? Ол бізде Hall сенсорымыз digital бөлікке жалғанған. Digital бөлікке жалғанса, оның қайтаратын мәндері 0 мен 1. Ал бізде 0 мен 1 ол boolean типті болғаннан кейін біз оның айнымалының атын stat деп алдық, және де digital rate'тан rate оқу, және де ол 0 мен 1-ді қайтарады осы жерден Hall сенсор арқылы. Енді біз serial монитор портымызға serial print ln деп статтың мәнін жазсақ болады. Бұл жерде көріп отырғандарымызда статтың мәнін шығарады. Және де егер статтың мәнін осы жерден көріп отырғандарымыздай 0-ге тең болатын болса, low деп отырғанымыз 0-ге тең болатын болса, және де else бізде ол 0-ге тең емес, 1-ге тең болатын болса, онда қандай жағдай болады? Егер 0-ге тең болатын болса, бізде көріп отырғандарымыздай digital write, яғни біздегі ол шығару керек, яғни red пинімізге біздегі high болуы қажет, яғни 0 болған жағдайда біздегі қызыл түсті жарық диодымыз жануы қажет, яғни магнит өрісі арқылы біздегі Hall сенсорына магниті тигізген кезде оның пластинканың екі жағында минус және теріс және оң тоқтарды жинау арқылы жарық диодына жарық береміз. Компиляцияға беретін болсақ, толықтай орындалуы қажет. Код скетчіміз дұрыс жазылған. Дұрыс орындалды. Енді кезекте біз осы кодымызды, скетчімізді біз Arduino Nano микроконтроллеріне жүктеуіміз қажет болады. Ол үшін бізге инструменттердің ішін ашып, платамызды Arduino Nano
процессор 6 және де порт COM6-ны таңдауымыз қажет болады. Жүктейміз. Жүктеп болғаннан кейін біз монитор портты ашуымыз қажет болады. Жүктеп болғаннан кейін енді кезекте монитор портқа келеді. Неге монитор портты ашамыз? Өйткені кіріс мәнді көруіміз қажет болады. Ол қандай кіріс мән болуы мүмкін? 0 немесе 1 деген кіріс мәндеріміз болуы мүмкін. 0 деп отырғанымыз ол кезде жарық диодымыз жанады, ал 1 деген кезде жарық диодымыз өшеді. Яғни сол кездегі теориялық тұрғыда айтатын болсақ, бұл жердегі 0 деген мәнімізге келген кезде, магнит тиген кезде, магнит өзінің айналасында тоқ тудырады, магнит өрісін тудырады. Магнит өрісін тудырған кезде теріс және оң тоқтарды пайда болғаннан кезде оған жарық диодына жарық барады. Көріп отырғандарымыздай 0, 0, кейбір кезде 1 деп жасайды. 1 деп жазалады. Көріп отырғандарымыздай осылай сіздер үлкен проекттерге скетч жазып құрсаңыздар болады. Бұл сіздерге оңай эксперимент жұмысы болуы мүмкін, сондықтан да келесіде қиын эксперименттік жұмыстарды жүргізсеңіздер болады. Дәл осындай түрде басқа рейд switch'ті де, Hall сенсорды бірге осылай көрсеткен болатын. Сіздер проекттерге қолданып көріңіздер енді осы сенсорларды. Енді біз осы жерден көріп отырғанымыздай бізге эксперименттік жүзінде көрсетсек, бізге Hall эффектінің сенсоры көрсетілген, датчигі көрсетілген және де жарық диоды көрсетілген. Біз енді Hall сенсорын білеміз. Hall сенсорын, яғни онда біз оң және теріс зарядталған бөлшектер тудыру арқылы біз жарық диодына тоқ беруіміз қажет. Сол тоқты біз магнит арқылы беретін боламыз. Яғни ол магнит өрісін пайда болу арқылы, яғни пластинка осы жерде өзінің Hall эффектісінде Эдвин Холлдың жасаған зертханалық жұмысындағыдай бізге датчигін кішкентай ретінде көрсеткен, оның 3 аяғы бар деп алдыңғы жасаған экспериментте көрсеттік. Және де соған біз жарық диодына қараймыз. Яғни біз магнитімізді Hall датчигіне енгізетін болсақ, көріп отырғандарымыздай жарық диодымыз жанды. Яғни бұл жану барысында бізге осы датчиктегі Hall сенсорының датчигіндегі пластинкасынан теріс және оң зарядтарды толықтай берді. Және де сол толықтай беру арқылы біз көріп отырмыз жарық диодын жандырды. Дәл осылай негізінен Hall сенсорлары бұл көптеген жағдайларда орналасады. Бұл деп отырғанымыз Hall сенсормен жұмыс жасау арқылы біз алдыңғы рейд switchпен айырмашылығы, рейд switchті тек біз герметикалық байланыс арқылы кілтті жасау арқылы, яғни кілтті сөндіріп, ашып жабу арқылы магнит өрісі арқылы жұмыс істеген болатынбыз. Ал бұл жерде магнит өрісі теріс және оң зарядты тоқтарды тудырып, яғни екі төменгі және астыңғы бөліктерде біреуіне теріс, біреуіне оң зарядтарды беру арқылы жарық диодына бізге жарықты береді, жарықты жандыруымызға тоқ береді. Дәл осылай айтсақ. Және де осы Hall эффектісінің барысы, яғни қолдану аясын айтып өтетін болсам, бұл жерлерде моторларды басқаруға, геркондарды алмастыруға, геркон датчигін міндетті түрде алмастыра алады. Және де геркон датчигінде де магниттік кодтарды қолдануға болатын еді. Мысалы, кез келген магниттік кодтарды қолдана аламыз және де сұйықтардың деңгейін бақылау үшін де қолдануға болады. Бүгінгі сабағымыз Hall датчигіміздің сабағы ұнаса, онда біздің каналымызға жазылып, лайк, комментарий, дизлайк қалдырып, бізге подписация етіңіздер. Бүгінгі сабақ ұнаса, бәріңізге жақсы, сау саламатта болыңыздар. Көп рахмет.